Бүгін еліміздің барлық аумағында сенбілік өтті. Республика бойынша 600 мың ағаш отырғызылып, қалалар мен аудан орталықтары және ауылдар қоқыстардан тазартылды. Сондай-ақ саябақтар мен гүлзарлар абаттандырылды. Тек Астана қаласында 7 мың түп бұталы және сүрелі тұқымдас көшеттер отырғызылды. Біз таза әрі әсем қала үшін Астанадағы жалпы қалалық сенбілік осындай ұранмен өтті. Таңмен таласа оянған жұрт бүгін әдеттегідей жұмысқа немесе сабаққа емес сенбілікке асықты. Бұл күні демалатындар да қала тазалығын сақтауға білек сыбана кірісті. Шуағын шашқан күнде аталған бастаманы құптағандай. Сенбілікке қарапайым қала тұрғындармен қатар Астана әкімі, депутаттар және министрлік өкілдері қатысты. Бүгін Қазақстан бойынша экологиялық акция ұйымдастырылып, 600 мың тал отырғызылды. 2012 жылы өткен Рио 20 саммитінде 2017 жылға дейін әлем бойынша 100 миллион ағаш отырғызу бастамасы көтерген еді. Бүгін сол бастамаға өз үлесімізді қостық. Қаланы сүйем деген өзінің сезімін сөзбен емес, іспен дәлелдеу деп ойлаймын мен өзім. Өйткені мынау таза ауа, таза су, таза орта деген дүниенің бәрі адамның өзінің ішкі тазалығынан туындайды. Жалпы енді қалада тазалық айтарлықтай, сондықтан сенбілікте ең алдымен осы ағаш отырғызу мәселесі. Жылына біздер 20 мың түп ағашты отырғызамыз Астана бойынша. Әдетте қымбат көліктермен жүретін депутаттар бүгінгі сенбілікке велосипедпен келді. Ондағы ойлары елорданың ластануына жол бермеу, әрі экологиялық таза қала ретінде сақтап қалу. Бір топ депутаттар мәжілістің бүгін велосипедпен келдік. Ол себебі мына қалада сондай велосипедпенен адамдар жүрсе екен деген сөз. Біздің әдемі қаламызда велосипедный жол болса дегендей, соны міне жоқтығын көрсету үшіміз, соны жасау керек. Астана жасыл әрі таза қала. Бұл сенбілік сол тазалықты сақтауға бағытталған. Мен қоршаған ортаны қорғау аясындағы барлық бастамаларды құптаймын және оларға атсалысуға дайынмын. Астанадағы жалпы қалалық сенбілікке 100 мыңға жуық азамат қатысты. Олар қаланы қоқыстан тазартып, көгалдандырумен қатар 7 мыңға жуық ағаш отырғызды. Көшеттердің дені қысы жазы жасыл желекке оранып тұратын мынадай шырша ағаштары. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген ұлағатты сөздің бүгінгі таңда өзектілігі артпаса кеміген жоқ. Сарыарқаның сары даласындағы Астанада саябақтар мен орманды алқаптардың ұлғаюы соның дәлелі. Ағаштар ылғалдылықты сақтап, қала тұрғындарын жел мен шаң тозаңнан және суықтан қорғайды. Бұған қоса тал отырғызудың сауабы мол дейді сенбілікке қатысқан зейнеткер. Ағаш еккен, көк өсірген, оны суарып баптаған адамға сауап болады дейді. Ол енді үлкендердің айтуы, ол солай болуға тиісті. Екіншіден қаламыз жаса көктеніп әдемі болады. Кәрісі бар, жасы бар, осы Астананың көркейгеніне мәз, күн жақсы, көңіл шат. Таңертең оқушылар ағаш түбін ақтап, шыбын шіркейден қорғап жатыр. Ал қазір сол ағаш түбіндегі қоқыстарды жинап жатыр. Студенттер өзі тазалауда, осы тазалағаннан кейін өздері қоқыс тастамайды деп ойлаймын. Жалпы қалалық сенбілік сәулеті мен сәні жарасқан елорданың тазалығы мен тәртібін еселейтін жақсы дәстүр. Бүгін бас аяғы 220 мың гектар алқап тазартылып, 2,5 мың тонна қоқыс қала сыртына шығарылды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Серік Қоңырбаев, хабар.